Айжан, полиция қызметкерлерінен қайғыңызға ортақпыз. Сіздің күйеуіңіз бен балаларыңыз қайтыс болды. Олар осы жергілікті зиратқа жерленді. Сізге көңіл айту үшін келдік дегенде, сол сәтте өмірмен қоштасқысы келді. Бұл қалай болуы мүмкін? Өйткені 5 күн бұрын бәрі басқаша болатын. Осыдан 5 күн бұрын Айжан, күйеуі, ұлдарымен бірге теңізге демалуға келді. Күн, жағажай, құм, жылы жел, бәрі ертегідей болатын. Ұлдары Ерасыл мен Нұрасыл қатты қуанды. Олар алғаш рет теңізге келген еді. Айжан да соңғы рет мектепте оқып жүргенде ата-анасымен бірге теңізде демалған. Олар өздері жұмыс істеп жүрген ұйымнан демалуға жолдама алған болатын. Ал одан кейін еш сәті түспеді. Айжан балалардың демалысында, өзінің еңбек демалысында үйде болды. Есік алдындағы бау-бақшаға қарады. Осының өзінен демалатын. Ең бастысы науқастарды қабылдау, кезекке таласқан адамдар, есеп-қисап, бітпейтін отчеттар жоқ. Айжан емханада терапевт болып жұмыс істеді. Шағын ғана жұмысшы ауылында тұрды. Күйеуі ол үшін ең жақсы адам болды. Отбасы құрғандарына 8 жыл болған. Айжан жыл сайын өзінің күйеуіне ғашық бола түскендей. Бар өмірін соған арнап, онсыз өмір жоқтай көрінетін. Оны қалай жақсы көрмейді. Қайырбектің түр-тұлғасы келіскен, сымбатты, ақылды жігіт болатын. Олар қалада танысты. Айжан медициналық академияны, ал ол мемлекеттік қызмет университетін бітірген кезде. Ата-аналарымен таныстырып, жас албырт шақтарында танысқандарына 3 ай болған кезде үйленді. Дипломдарын алғаннан кейін олар Айжанның ауылына баруды шешті. Ауылда жас мамандарды қуана қарсы алды. Бірден қызметтік пәтер берілді. Айжан емханаға жұмысқа орналасты. Ал Қайырбек әкімшілікке. Оған мемлекеттік сатып алуға байланысты жауапкершілігі көп жұмыс берілді. Бәрі керемет болды. Айжанның ата-анасы қатты қуанды. Қызы жандарында, күйеу баласы жақсы. Бірақ бала сүйе алмады. Айжан өзі дәрігер, бірақ ешқандай ем көмектеспеді. Бірнеше жыл өтті, бала көтере алмайтындарына көндіккен болатын. Бір күні кенеттен өзін нашар сезінгендей болды. Бастапқыда терапевт ретінде басқа бір қатерлі ауру деп ойлап қорықты. Содан кейін оның қасында жұмыс жасайтын егде жастағы медбике: Айжан, сенің аяғың ауыр ма? Жоқ, қайдағы? Маған бедеулік диагнозын қойған. Содан соң бір үміт пайда болып, тексеріп көруді шештім. Тест жасадым. 2 сызық шыққанда уақыттан басым айналып, құлап қала жаздадым. Қайырбекке айтқанда сене алмайтынын айтып, Айжанды көтеріп алып айналдырды. Екеуінің де бақыттан бастары айналды. Бірден 2 нәресте болатыны белгілі болған кезде тек Құдайға алғыс айтумен болды. Алланың мейірімділігінде шек жоқ. Құрметті тыңдарман, әңгімені жалғастырмай тұрып айтайын дегенім, менің видеоларымды 74% адамдар каналға тіркелмей көреді екен. Өтінемін, егер де әңгімені тыңдап отырған болсаңыз, каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Қазақша каналдарды қолдаңыздар. Тіл жоқ жерде ұлт та жоқ. Ерасыл мен Нұрасыл 7 минуттық айырмашылықпен дүниеге келді. Бақытты минуттар. Айжан балаларының ұзақ әрі бақытты өмір сүруін тілейтін. Қайырбектің қуанышында шек болмады. Артынан ерген 2 мұрагері барына. Әйелін ардақтап, алақанына салып аялады. Осылайша өмір сүріп жатты. Ұлдары 5 жасқа толды. Барлығы кеше ғана болғандай қас қағым сәтте өте шықты. Айжан осы жылдар ішінде басында декреттік демалыста, ал одан кейін бала күтімімен отырды. Балалары балабақшаға бара бастаған соң жұмысына қайта шықты. Қайтадан сол күйбең тіршілігі басталды. Емхана, үй, отбасы. Ол шаршайтын.
бірақ шағымданбады. Оған осы өмірі ұнайтын. Қайырбек осы уақыт аралығында көп жұмыс істеді. Оны әкімшілікте бағалап, онымен кеңесетін, әртүрлі іс-сапарларға жиі барып тұратын. Бір сөзбен айтқанда, ол бұл ауылда маңызды адам болды. Демалуға да уақыты болмады. Бірде жазғы кештердің бірінде ол кенеттен Айжанды таңғалдырды. «Жаным, теңіз жағасында демалуды қалайсың ба?» «Әрине қалаймын», деді Айжан күлімсіреп. «Бірақ мұнымен не демекшісің?» «Біздің жалақымыз жаман емес, бірақ шығындар да жеткілікті». Олар сол кезде ипотекаға жақсы үй сатып алып, көліктерін де несиеге алған болатын. Ал екі ұлға отбасылық бюджеттен айтарлықтай сома кетті. «Олар маған премия берді», деп күлді Қайырбек. «Мен де бірден сенбедім». Ол Айжанға қанша екенін айтқанда, ол аузын ашып қалды. «Не үшін берді?» деп күйеуінен сұрады. «Жақсы жұмыс істегенім үшін», деп күлді ол. «Мен енді ойлап тұрмын. Ипотеканың қалған бөлігін жауып тастайық па, әлде жылы жаққа демалуға барып қайтайық па?» «Демалысқа барайық», деп Айжан бұйра шаштарын артына қарай сілкіп тастады. «Ал ипотека ешқайда қашпайды. Ай сайын төлеп жүрміз ғой, солай төлей берейік». Міне, билеттер сатып алынды, заттар жиналды. Көп ұзамай бүкіл отбасы демалысқа ұшып кетті. Ересектер де, балалар да керемет демалысты күтті. Ал жеткеннен кейін қонақ үйге тез-тез заттарды тастап, төртеуі жағажайға жүгірді. Суға шомылды, күнге күйді, тәттілер жеді, газдалған сусындар ішті. Дәрігер ретінде Айжан әрине бұндай тағамдар мен сусындарға қарсы болатын. Анда-санда жесе ештеңе етпес, күнде демалып жатқан жоқ қой, деп ойлады. Ал кешке Айжан бөлмеге келгесін өзін жайсыз сезінді. Жүрегі айнып, денелері құрысып, есінен танып қала жаздады. Қайырбек қолдары дірілдеп жедел жәрдем нөмірін терді. Балалар қорқып, төсекте жатқан анасын құшақтады. Ал Айжан өзіне не болғанын түсіне алмады. «Маған не болды? Бір нәрседен ұшындым ба?» деп ойлады. Тіпті осы сәтте ол өзі туралы ойламады. Бар ойы балалары мен күйеуі болатын. Оларға ештеңе болмаса екен. Бұл оның есінде қалған соңғы нәрсе болды. Жедел жәрдем оны ес-түссіз күйде алып кетті. Содан кейін ауруханада 4 күн қатты ауырып жатты. Ақырында Айжанның жағдайы тұрақталды. Дәрігерлер бұл улану екенін айтты. Бірақ неден? Оның отбасы қалай? Неге маған келмейді? Дәрігерлердің айтуы бойынша көгерген нәрсені жегеннен деп болжады. Олар Айжанға отбасы туралы ештеңе айтпады. Бірақ содан кейін полиция қызметкері келіп, Айжанға күйеуі мен балаларының қайтыс болғанын айтты. Бұған уланудың ешқандай қатысы жоқ. Айжан ауруханаға жеткізілгеннен кейін, келесі күні таңертең Қайырбек көлікті жалға алып, ұлдарымен бірге ауруханаға келе жатқанда жол апатына түскен. Бұл таулы аймақ, жолдары өте қауіпті деді учаскелік полиция қызметкері. Сіздің күйеуіңіз жылдамдықты арттырып, бұрылыстан басқа машина шыға келіп, соғылмас үшін бұрылып, құздан құлап кеткен. Жергілікті тұрғындар бұл жолдың қауіпті екенін біледі, бірақ оған ешкім айтпаған. Ол ауруханаға сізге келуге асыққан екен. Олар тез шығарылды, бірақ өкінішке орай үшеуі де қайтыс болды. Оларды жергілікті зиратқа тез арада жерлеу туралы шешім қабылданды. Көріп тұрсыз, қазір жаз айы, күн ыстық дегендей, ал бізде қазір мәйітхана жөндеуде. Көрші аудан алыс. Сіз ес-түссіз күйде болдыңыз. Сондықтан біз үшеуін де осында жерледік. Қалай сонда? Айжан көзі жасқа толып сыбырлады. Сіздер маған күйеуіммен, балаларыммен қоштасуға мүмкіндік бермедіңіздер. Бұлай болуы мүмкін емес. Я, түсінемін. Мұны қабылдау қиын екенін. Бірақ сіз түсініңіз. Жаз, күн ыстық,
Мәйітханадағы тоңазытқыштар жұмыс істемейді. Сіз өзіңіз ауруханада жатырсыз, деп қайталады учаскелік полиция қызметкері. Содан кейін, бұл қайта жақсы емес пе? Бәрі тез шешілді. Қайта сіздің күйеуіңізді елді мекеннің басшысы біледі екен. Жерлеу рәсімінің барлығын сол ұйымдастырды. Ол кім? Бақытбек Көпжасаров. Ол сіздің күйеуіңізбен бірге оқыған сияқты. Айжан әл-дәрмені жоқ, төсекке құлап көп жылады. Оған тынышталдыратын дәрі екті. Тек таңертең оянып, өз-өзіне келді. Мені ауруханадан шығарыңыздар, деп өзін емдеп жатқан дәрігерге келді. Мен сізді қалай шығарамын? Айналайын, өзіңіз де дәрігерсіз, әлі бақылауымызда болу керексіз. Сіз әлі өте әлсізсіз. Менде бәрі жақсы. Айжан тістеніп жауап берді. Егер мені шығармайтын болсаңыздар, бәрібір қашып кетемін. Одан кейін сәл сабырға келіп, мен күйеуім мен ұлдарымның қабірлеріне барғым келеді, деді. Дәрігер ештеңе деместен, тек қатты дем алып, түсіністікпен басын изеді. Содан кейін ауруханадан шығару туралы қағаз рәсімдеді. Егер өзіңізді жайсыз сезінсеңіз, жедел жәрдемге дереу қоңырау шалыңыз, деді кетіп бара жатқанда. Айжан келіскенін білдіріп, басын изеді. Алайда дәрігер Айжанның қайта қоңырау шалмайтынын түсінді. Егер бірдеңе болса, өзі жауап береді. Бұл енді менің шаруам емес. Ең бастысы Айжан өзі одан әрі емделуден бас тартып қол қойды. Ересек адам не істесе соны істесін. Ауруханадан Айжан таксимен зиратқа барды. Жүргізуші кімді апара жатқанын білді. Жол бойы жанашырлық танытып, күрсініп отырды. Тіпті зират басына барған соң, Қайырбек пен ұлдарының қабірлерін табуға көмектесті. Бізде бұндай адамдарды бөлек жерлейді, деп түсіндірді ол. Қандай ондай адамдар? Айжан түсінбеді. Ешкімі жоқтарды, деп тез айтты. Аузына келгенді айта салғанын түсініп, кешіріңіз, мен олай айтқым келмеді. Тек оларды әкімшілік жерлегесін айтқаным ғой. Айжан ештеңе айтпады. Тек аққан көз жасын сүртті. Үйсіз, күйсіз, бір бишараларды жерлегендей жерлепті. Оның сүйікті адамдарын. Көп ұзамай Айжан өзіне қымбат адамдардың қабірлерінің жанында тұрды. Бір үлкенірек, екі кішірек, жаңа көмілген төмпешіктер. Тек аты жөнімен қайтыс болған күні толық жазылған қарапайым тақтайшалары бар. Сенбеймін. Кенеттен Айжанның ерні жыбырлады. Бастапқыда әйел не айтқанын өзі де түсінбеді. Содан кейін бұл ой басынан шықпай қойды. Иә, ол Қайырбек пен ұлдары Ерасыл мен Нұрасылдың қайтыс болғанына сенбейді. Жоқ, ол олардың өлгенін өз көзімен көрмеді ғой. Айжан жылап жіберді. Содан кейін жерге отыра кетті. Такси жүргізушісі қасында қарап тұрды. Ол бұл бақытсыз әйелдің қайғысын жеңілдетіп, жылап алсын деп кедергі жасамауға шешім қабылдады. Айжан айғайлап жылап, жүрегі қарс айырылғандай болды. Содан кейін ол кенеттен қатып қалды. Бір алақанымен жаңа көмілген жердің топырағын ұстап, ал екіншісімен одан әрі қарай көмілген жерді қаза бастады. Сіз не істеп жатырсыз? Такси жүргізушісі үрейленіп айғайлады. Тоқтатыңыз, мен олардың өлгеніне сенбеймін, деді Айжан оған бұрылып. Мен олардың жүздерін көруім керек. Сіз мұнымен не істемекшісіз? Ер адам күңкілдеді. Содан кейін сенімді түрде. Тереңдігі 2 метрден асады. Иә, жарайды, жерді қазарсыз делік. Не көргіңіз келеді? Мен сіздің қайғыңызды түсінемін. Бірақ миыңызды іске қосыңыз. Бұл жерде мәйіттердің жатқанына бірнеше күн болды. Ешкім сізге қабірлерді оңай қазуға мүмкіндік бермейді. Мен қазір полицияға қоңырау шаламын. Егер сіз бәрінің заң бойынша болғанын қаласаңыз, онда сізге эксгумация жасауыңыз керек. Дәл солай, эксгумация. Ольга оның артынан қайталап, бірден жерді қазуын тоқтатты. Мен тура солай істеймін.
Кеңес үшін рахмет. Сіз мені полицияға апарасыз ба? Жақсы, апарамын, деп күрсінді такси жүргізушісі. Тек қолыңызды жуыңыз. Менің көлігімде су бар. Полицияда Айжанды бұлай жасамауын өтініп, райынан қайтаруға тырысты. Бірақ әйел айтқанынан қайтпады. Ол Қайырбектің курстасы Бақытбек Көпжасаровқа барды. Бірақ ол жұмысы көп, қолы тимейтінін айтып, іс-сапарға кетіп қалды. Айжан онымен қайтадан байланыса алмады. Содан кейін ол ата-анасына қоңырау шалды. Олар не болғанын білетін тұғын. Біразға дейін сене алмады. Күйеу баласы мен немерелері алыс жерде қалып қалғанына, тіпті қабірлеріне қалаған кездерінде барып тұра алмайтындарына қынжылды. Айжанның әкесі бұрын прокуратурада істеген, таныстарын араға салды. Көп ұзамай Айжан эксгумацияға рұқсат алды. Осы уақыт ішінде эксгумация мәселесі шешіліп жатқанда, Айжан қарт әйелдің шағын жер үйінде тұрды. Ол үйді такси жүргізушісі тауып берді. Айжанның ақшасы аз болды, ал қонақ үйде тұру қымбат және денелерді де тасымалдау керек. Оған да біраз ақша керек. Бірақ оған ата-анасы көмектесуге уәде берді. Олар таныстарынан көмек сұрап, керек соманы жинады. Айжан Қайырбектің банк картасының қайда кеткенін мүлдем түсіне алмады. Өйткені құжаттар апат болған жерден табылған, бірақ банк картасы жоқ. Бұл бақытсыз демалысқа арналған біраз ақшалары бар еді. Полицейлер карта тастардың арасына түсіп жоғалған шығар деп болжады. Мүмкін солай, бірақ қайта-қайта есіне түсіп, бұл ойы маза бермеді. Сонан соң бұл мәселені үйге барғасын шешем деп ойлады. Үй туралы естеліктер оның жүрегін ауыртты. Иә, ол үйіне қайтып барады. Бірақ онда Ерасыл, Нұрасыл, Қайырбегі жоқ. Ол үйде енді қалай өмір сүрмек? Бәрі ұлдары мен күйеуін еске салып тұратын болады. Бұл ойлардың бәрі Айжанды есінен тандырды. Ол бірнеше сағат бойы кішкентай жалдамалы үйдің бөлмесінде отырды, бір нүктеге қарап. Үйдің иесі Қарашаш апа оның қайғысын жеңілдетіп, көңілін басқа нәрсеге аударуға тырысты. Біресе шайға шақырды, содан кейін бақшада серуендетті, бірақ Айжанға ештеңе әсер етпеді. Тас түскен жеріне ауыр демекші, Айжанға бұл қаза ауыр соқты. Үш бірдей жақын адамдарынан бір сәтте айырылып қалды. Ол бірнеше сағат бойы бұрын бәрі бірге өткізген уақыттарын, Қайырбекпен қалай кездескенін, бір-бірін қалай жақсы көргендерін, қалай көптен күткен ұлдары дүниеге келгендерін ойлап отыра беруден жалықпайтын. Құдайым-ау, Айжан балалардың бақытты әрі ұзақ өмір сүретіндеріне сенімді болатын. Қалай бәрі әділетсіз, деп ойлады. Ақырында эксгумацияға арналған барлық құжаттар дайын болды. Ата-анасы денелерін апаруға ақша жіберді. Айжан мәйіттерді апаратын адамдармен келісіп қойды. Оған эксгумация кезінде зиратқа келмей-ақ қой деді. Бірақ Айжан қорқынышы мен қайғысын ысырып қойып, табандылық танытып, қалайда жақындарымның жанында болуым керек деп, зиратқа сараптама жасайтын қызметкерлер келгенге дейін келіп алды. Ақырында жер қазушылар да келді. Айжан қатты қобалжып, уайымдап тұрды. Енді неге тез-тез бастамай созбақтап тұрсыңдар? Ханым, қазір бәрін қатырып жасаймыз, деді олардың бірі күліп. Айжанның оның күлгенін жақтырмай, түрі өзгеріп кетті. Осы да күлкілі ме? Мұнда оның күйеуі мен екі кішкентай ұлы бар, ал оларға күлкі керек. Тағы бір қазушы Айжанның ерні дірілдеп тұрғанын байқап, серіктесінің бүйірінен қойып қалды. Кешіріңіз, деді Айжанға қарап. Бұл біз үшін жай ғана жұмыс. Біз қазғаннан көрі жиі көмеміз. Иә, деп Айжан, бұл адамдар оның көз жасын көрмесін деп, басын төмен түсірді. Көп ұзамай жұмыс қайнап кетті. Алдымен олар Қайырбектің қабірін ашуға шешім қабылдады. Біраз уақыт өтті. Міне қазушылар табытқа жетуі керек еді.
Кенеттен олардың біреуінің таңданған даусы естілді. Түсінбедім, оны қайда көмген? Екіншісі де таңғалды. Көп ұзамай жер қазушылар қабірден көрінді. Мұнда табыт жоқ, деді олардың бірі. Сараптамаға қатысып жатқан құқық қорғау органдарының қызметкерлері алдымен ондағы ер адамдар осылай әзілдеп жатыр деп ойлады. Бірақ көп ұзамай қабірдің шынымен бос екендігі белгілі болды. Табыт болған жоқ. Айжан абдырап қалды. Ал Қайырбек қайда сонда? Деді ол ақырын ғана сыбырлап. Сосын бор сияқты бозарып, менің балаларым қайда сонда? Ерасыл мен Нұрасылдың да қабірлері бос болды. Полицейлерде енді елді мекеннің басшысына сұрақтар туындады. Бақытбек Көпжасаров әуежайда ұсталды. Ол басқа жаққа қашып кеткісі келген екен. Содан соң ол бәрін айтып берді. Оның Айжан мен құқық қорғау органдарына айтқан сөздері бәрін таңғалдырды. Сонымен Қайырбек пен ұлдарына не болған? Шын мәнінде ештеңе де болмаған. Қайырбектің өзі мен ұлдарына жерлеу рәсімін ұйымдастырғанын қоспағанда. Бақытбек Көпжасаров оған досы бір ай бұрын өзінің жерлеу рәсімі туралы бір түрлі ұсыныспен жүгінгенін айтты. Бастапқыда Бақытбек бас тартқан. Қайырбек оның ескі досы болса да, бұл қылмыстық іс болғасын. Қайырбек оны көндіріп, үлкен сомада ақша берген. Содан кейін Бақытбек жол апаты, жерлеу туралы жалған құжаттарын рәсімдеуге көмектескендердің барлығын сатып алған. Иә, бұл өте қымбатқа шыққан. Бірақ сонымен бірге ол өзіне лайықты сыйақысын да алған. Мен саған сенбеймін, деді Айжан. Қайырбек мұндай әрекетті жасай алмайды. Оған бұл не үшін қажет? Бұл қойылым сіз үшін болды, деп шаршаңқы жауап берді Бақытбек. Мен үшін? Дәл солай. Содан соң Бақытбек Қайырбектің бұдан бұрын кетуге шешім қабылдағанын айтты. Іс-сапарлардың бірінде ол бір әйелмен танысқан. Олардың арасында қарым-қатынас орнап, олар жылына бірнеше рет кездесіп тұрған. Екеуі отбасын құруды шешкен. Жақында бұл әйел тәтесінен теңіз жағасындағы үйді мұра етіп алып, осында көшіп келген. Қайырбекті өзіне шақыра бастаған. Ол бәрін тастап, сүйіктісіне кетіп қалғысы келген. Бірақ қарапайым ашкөздік оны тоқтатқан. Айжанмен ажырасып, ұлдарына көп көлемде алимент төлеп тұрғысы келмеген. Содан кейін кенеттен жұмыстағы оның сауда-саттықпен және мемлекеттік тапсырыстармен жасаған айла амалдары туралы біліп қойған. Оған тыныш қана ескерту жасаған. Егер ол бәрін өзі шешпесе, онда заң алдында жауап беруіне тура келетінін айтқан. Содан кейін Қайырбек осылай жасауды шешкен. Басшылық оның айла амалдарынан хабардар болғанша, ол тағы бір істі жасап, түскен ақшаға отбасымен бірге теңізге шығып кеткен. Қайырбек бәрін ойластырып қойған. Бұл жағдайға Бақытбек оған көмектеседі. Бірақ Айжанды қайтпек. Онда оған сүйіктісі көмекке келген. Оның әжесі шөп дәрілер жасап, дуамен айналысқан екен. Майра шөптің қайнатпасын берді. Ол қатты улануды тудырды, және оның неден уланғанын анықтау мүмкін емес болатын. Қайырбек бөлмеге келгесін Айжанның кофесіне шөп дәріні қосып берді. Ол оны балалары ішпейтінін білді. Міне, Айжанда бәрі нашарлай бастаған кезде ол өз қойылымын рет-ретімен ойнады. Егер Айжан эксгумацияға батылы бармаса, бәрі ойдағыдай болар еді. Ол қайтыс болғаннан кейін де сүйікті адамдарын тастай алмады. Алайда оған қымбат адамдардың бәрі оны жақсы көрмегені белгілі болды. Айжан Бақытбекті тыңдап түсіне алмады. Күйеуі оны алдап жатқанын қалай ғана сезбеді. Өйткені олардың қарым-қатынастары тамаша болатын. Оның ойларын оқығандай, Бақытбек өзінің әңгімесінің соңында Қайырбек ол әртіс, деп қосты. Әртіс. Мұны естігенде Айжан көз жасын әрең ұстады. Сонда олардың бүкіл отбасылық өмірі Қайырбек үшін жай ғана қойылым болғаны ма? Менің балаларым қазір қайда? Деп сұрады ол Бақытбектен.
мүмкін әкесімен бірге шығар, деді Бақытбек иығын қиқаң еткізіп. Мен оларды көрмедім. Қайырбек кеше кешке келіп, қабірге тақтайшаларды орнатуға көмектесті. Ол Майраға бара жатқанын айтқан. Майра деген сол әйел ме? Деп сұрады Айжан. Бақытбек жауап ретінде басын изеді. Бақытымызға орай ол оның мекен жайын білетін. Көп ұзамай полицейлер Айжанмен бірге Майра тұратын үйге барды. Ауыл бұл оқиға болған жерден 100 шақырым жерде болатын. Айжан жол бойы Құдайдан ұлдарының амандығын тіледі. Бұл ең бастысы. Ал Қайырбек енді бәріне жауап беруі керек. Полиция алдында да, Айжанның алдында да. Ақыры Бақытбек айтқан мекен жайға келіп жетті. Кішкентай ғана шағын үй. Қоршауы шырмауықпен жабылып қалған. Аулада көп гүлдер өсіп тұр. Айжан қақпаны ашып аулаға кірді. Кенеттен үйдің есіктері ашылып, табалдырықтан аттап шығып келе жатқан Ерасыл мен Нұрасылды көрді. Тірі, әрі дендері сау екен. «Анашым!» деп айғайлап Ерасыл анасын құшақтады. Содан кейін Нұрасыл да жылап құшақтады. Айжан балаларын құшақтап, сүйіп, өзі де жылап жатыр. Бірақ бұл қуаныштың көз жасы еді. «Әкем сені өлді деді», деп Ерасыл анасын қатты құшақтап алды. Сосын енді біз Майра апаймен бірге тұруымыз керек екенін айтты. Ол жаман апай. «Анашым, мен сенің тірі екеніңді білдім. Әкем қателесіпті», деп жылады Нұрасыл. «Иә, қателесті», деді Айжан. Содан соң үйінен шығып келе жатқан Майраны көрді. Ұзын бойлы, жіңішке келген аққұба әйел. Айжан ешқашан мұндай керемет болған емес. Бірақ бұл қуыршақтай боянып алған әйел үшін отбасын тастап кетуге бола ма? Айжан бәрін түсінді. Полицейлерді көріп, ол миығынан күлді де, «Міне осымен қойылым аяқталды», деді. Қақпа сықырлады. Барлығы Қайырбекті көрді. Ол бұл қонақтардың оған келгенін түсініп, қашуға тырысты. Бірақ оны полиция қызметкерлері тұтқындады. Оны алып кетіп жауап алды. Қайырбек бәрін мойындады. Оның көңілдесі болғанын, алимент төлегісі келмегенін, содан кейін ол сыбайлас жемқорлық пен алаяқтық үшін жазаға кесілгенін айтып, кішкене қойылым ойлап табуға тура келді деді. Айжанға күйеуімен кездесуге рұқсат етілді. «Шыныңды айтшы», деп сұрады Айжан ақырын ғана. «Мені бір кездері жақсы көрдің бе?» «Сені не үшін жақсы көруім керек, ақымақ?» Қайырбек мырс-мырс күлді. «Маған бала туып бергенің үшін бе? Бұл соншалықты қиын нәрсе емес қой. Маған жай ғана сенімен тұру ыңғайлы болды. Ал Майрамен тұрғанда бақыттан басым айналатын. Сен шын бақытты болудың не екенін білесің бе? Бірақ саған оны түсіну қайда?» деді Қайырбек. Айжан оған ештеңе деместен жай ғана кетіп қалды. Иә, оның махаббаттан басы кетті. Өзін де солай қатты жақсы көреді деп ойлады. Бірақ бәрі жалған қойылым болып шықты. Оны жай ғана пайдаланып келіпті. «Қарғыс атсын сені», деп Айжан ашуланып сыбырлады. «Сенсіз-ақ өмір сүремін. Ең бастысы балаларым аман-есен болса болды». Көп ұзамай Айжан балаларымен бірге үйіне кетті. Ата-аналары немерелерінің тірі және сау екеніне қатты қуанды. Қайырбек сотталды. Одан басқа Қайырбекке көмектескендер де сотталушылардың орындығына отырды. Айжан күйеуімен ажырасты. Ол барлық қарыздарын жабу үшін үйді, көлікті сатуға мәжбүр болды. Балаларымен бірге ол ата-анасының қолына көшіп келді. Және бұл ісіне мүлдем өкінбейді. Енді жанында шынымен де тек жақсы көретін жақын адамдары бар. Балалары, ата-анасы, ал күйеуі. Енді күйеусіз-ақ өмір сүре алады. Құрметті тыңдарман, егер әңгіме ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуіңізді сұраймын. Мені қолдаған әр оқырманға мың алғыс.